Кеше сториста өзіңізді не үшін кінәлайсыз деген сұрақ қойған. Көптеген, енді көп емес, 4 жауап келді. Осы 4 жауапты қазір мен талқылайтын боламын. Өйткені сторисқа сыйдыру мүлдем уақыт жетпеді. Сондықтан қазір сіздерге осыларды талқылаймын. Ең бірінші сұрақ: кредит көбейіп кетті, жұмыс жасай алмай жүрмін, бір орында тұрмын деген осы үшін өзін кінәлайды екен. Біріншіден айтқым келетіні, бірінші и соңғы бір ғана жауап: жауапкершілік алғысы келмейтін адам. Жауапкершілік алғысы келмейтін адамдар көбінесе өзін кінәлау арқылы, өзін наказывать ету арқылы осы жаңағы жауапкершіліктің артында үстіне осымен жауып қояды. Өйткені адамға мен жасаған ісіме безответственным, жауапкершілігім жоқ адам деген сөзді қабылдау, мысалы мен сізге вообще жауапкершілігім жоқ адам екенсің деп айтсам, ол бір өте қиын көрінеді адамға осыны қабылдау. Сол үшін ол оны қабылдай алмайды, яғни мен жауапкершілік ала алатын адам емеспін дегенді ақтап шығару үшін әртүрлі ақтаулар іздей бастайды. Біреулер ауруға: мен ауырып жүрмін, менің буыным ауырып жатыр, менің басым ауырып жатыр, бір жерім ауырып жатыр, енді мен не істеймін, мен жасағым келеді, мен не істеймін. Екіншілері балаға: менің балам бар, мен жасар едім, мен балам бар, просто мен балаларым рұқсат бермейді, менің балаларым бар деп жауапкершілікті ала алмайтынның түбіне, яғни безответственный деген сөзді өзіне қабылдамау үшін осылай істейді. Бұл кісі, яғни өзін кінәлау арқылы бұны қалай көрсетеді? Мен жасағым келеді, мен кредитті төлегім келеді, мен жұмыс жасағым келеді, бір орында тұрғым келмейді, мен әрекетке көшкім келеді, бірақ мен жасай алмай жатырмын, қолымнан келмей жатыр. Яғни мен безответственныймын деген сөзді айтудың орнына мен өзімді кінәлап жатырмын. Көрмей тұрсыздар ма, мен өзім сол үшін деген кінәлі сезініп тұрмын ғой уже өзімді. Мен кінәлі сезініп тұрмын ғой өзімді. Не керек сендерге басқа? Мен қандай жауапкершілік алайын басқа? Бұл на самом деле ең оңай жауапкершілік, иә? Ең оңай жауапкершіліктің ең жауапкершілігі өзіңді кінәлай салу. Мен жасайын деп жатырмын ғой, мен жасап жатырмын, қолымнан кінәлап жатырмын ғой. Вот көрмейсің ба, мен түрімнен көрініп тұр ғой, мен қайғырып жүргенімді, осы кредит үшін қайғырып жүргенімді. Мен бұл кредит үшін, на самом деле асында мен бұл кредит үшін болды алдым, қолдандым, ары қарай төлегім келмейді, неғып мен төлеуім керек? Сондықтан мен лучше төлем жаңағы деген сөзді қабылдағысы келмейді. Оның орнына мен қиналып жүрмін, мен страдать етіп жүрмін осы кредит үшін, маған өте қиын деген сияқты кінәлау, өзін жаңағы жауапкершілік алмайтын адам екенімді көрсеткім келмейді. Сол үшін өзімді наказывать ету арқылы көрсетейін, өзімді кінәлау арқылы өз-өзіне доказать етейін, что мен каюсь, яғни жаңағы өкінемін жасағаныма деген сөзді осылай көрсетеді да. На самом деле ештеңеге өкініп тұрған жоқ. Бұл кісіге айтар едім: иә, адам, біз кредит алдық кезінде, иә, сол кезде кредит алған кезде мүмкін жұмысыңыз болған шығар, мүмкін вообще болмаған шығар, сол кезден бастап уже жауапкершілігіңіз жоқ адам болған шығарсыз, иә. Аламын, главное, алып алайын, қазір құдай бұйыртса бірдеңке төлеймін ғой, иә. 60 мың теңгелік айына төлейтін кредит алып алады, өзінің зарплатасы 40 мың теңге. Неше түрлі жаңағы бірдеңкелер махинацияны жасайды да, алып алады да, сосын 60 мың төлей алмайды. Басынан безответственный екені көрініп тұрады да адамның. И мүмкін басынан сондай болды, мүмкін басынан 100 мың теңге алып отырдым, мен спокойно бұл кредитті төлеймін деп ойлады, бірақ та белгілі бір жағдайға қарай төлей алмай қалды, иә. Зачем онда өзіңді кінәлау, иә? Оның өзіне де жауапкершілік алу керек, яғни мен төлеймін деп ойладым, бірақ төлей алмай қалдым. Мен слабак болып тұрмын осы жерде. Мен төлемеймін. Банктың алдында жаман кредитор дейміз ба, қалай деп айтушы еді, кредит алатындар. Жаман жаңағы клиент болып қалдым. Осы үшін жарайды, мен жаман деген атаққа ие болайын. Бірақ та бұндай адамдар жаман деген атаққа ие болғысы келмейді. Сол үшін мен қиналып жатырмын ғой, мен кінәлап жатырмын ғой, өзімді кінәлап жатырмын ғой деп вид көрсетеді. Просто сізге айтатыным, өзіңіздің кредитті төлей алмайтыныңызды қабылдаңыз. Трагедия, драма жасап өзіңізді ол үшін кінәлап керек емес. Болды, болатын жай болды, алдыңыз. Ендігі ойыңыз бүткіл жаңағы трагедия жасап, өзіңізді қаншалықты қиналып кінәлап жүргеніңізді алып тастаңыз, иә? Айтып жатсыз ғой, жұмыс жасай алмай жүрмін деп. Бұл жерде де жауапкершіліктің жоқтығы. Егер шынымен жұмыс жасағыңыз келетін болса, әртүрлі вариантты іздейсіз, әртүрлі ресурстарыңызды қолданасыз, әртүрлі басқалардың жасап жатқанын каждый жасау біледі. Каждый, неважно ауыл, неважно жаңағы сіздің аккаунтыңызға кірсем, SMM, басқа бір жайлы жасап жатсыз, иә? Толығымен кіріспейсіз, өйткені жауапкершілік алғыңыз келмейді. Толығымен кірісіңіз, жауапкершілік алыңыз, осы салада ақша табыңыз, банкке өзіңіз звондаңыз, айтыңыз: мен кредитті төлей алмаймын, мен өйткені жұмысым жоқ, осындай. Егер маған 40 мың емес, айына 4 мың теңгеден жасап берсеңіздер, 10 жыл емес, 20 жыл болсын, мен төлеуге дайынмын, бірақ қазір күнде төлей алмаймын. Болды. Зачем ол үшін өзіңізді кінәлап? Болды ғой, алдыңыз ғой. Ол соншалықты өзін кінәлайды, как будто сол кезде осыны білсем, сол кезде болсаңыз да, қазір болсаңыз да, кредит мүмкіндік болса, тағы бір кредит алып, сол кредит жабатындай ой бар көп адамдарда. Оның бәрі жауапкершіліктің төмендігі. Жауапкершілікті алып үйрену керек. Ответственность деген. Көп адамдар ответственность дегенге қатты көңіл бөлмейді. На самом деле ответственность деген өте үлкен үйрену керек зат та, жауапкершілік. Понимаете, да? Ары қарай, көпшіліктің алдында сөйлей алмаймын, уақытты бос өткізсем, ғайбат айтсам, біреуді ренжітсем, өзімді кінәлі сезінемін. Бұл жерде өте үлкен перфекционизмді көріп тұрмыз. Идеальный болу, өте керемет бір идеальный мен деген өмірде жаңағы айттық қой, сіз өзі сабаққа қатысып жүрген кісі, сіз білем, 3 потребность бар, иә? Білесіздер, бірінші сабақта айттым, мұқтаждық, адамның 3 қалауы, мұқтаждығы бар. Біріншісі жаңағы қауіпсіздік болса, екіншісі махаббат, үшіншісі мен күштімін басқадан, мен ерекшемін басқадан, мен басқадан лучше болуым керек деген сияқты, иә? Мен лучшымын, мен өзіңізді жоғарылату, осы сізде доминирующий рөлді, ерекше жоғары қойғансыз осы рөліңізді басқасынан да, мен главное басқаның алдында күшті болуым керек, ерекше болуым керек деген потребностіңіз бар. Мен жақсы ғана көрсетуім керек, мен жаман жағым болмау керек, идеальный болуым керек сияқты деген осындай потребностіңіз бар да. Түсініңіз, что адам ешқашанда сіз робот емеспіз, А, Б, Э деп көпшіліктің алдында көпшіліктің тыңдағысы келетінін айтатындай сіз робот емессіз, иә? Кнопканы басып, Алисаға кнопканы бассаң не естігің келеді, соны айтады, сол сияқты, иә? Сіз адамсыз. Сіз қаншалықты өзіңізді көпшіліктің алдында жаңағы сөйлей алмаймын дегенде де төмен болып қаламын, көпшіліктің ойлағандай сөйлей алмаймын деген ой болып тұр, иә? Именно осы ой болып тұр көбіңіздің алдында. Вот көпшілікті ойлайтын болсаңыз, сіз өзіңізді ұмытқан адамсыз, осыны түсініңіз. Сіз ешқашан көпшіліктің алдында, сіз ешкімнің алдында ешқашан идеальный болмайсыз.
біреудің алдында күшті боламын деген ойыңызды миыңыздан шығарсаңыз, мен қалай бар солай айтып үйренемін, мен қалай бар солай сөйлеймін дегенді бірінші орынға қойсаңыз, сіз көпшіліктің алдында спокойно сөйлейтін боласыз. Егер мен күшті болуға тырысамын, мен ерекше болуға тырысамын, мен деген идеальный болуға тырысамын деген ойыңызды алып тастайтын болсаңыз, онда сіз өз өзіңізбен болып үйренесіз. Вот сол кезде сіз бақытты боласыз. Ал адамдар ойлайды, адамның бақыты басқасының алдында идеальный болып көріну, күшті сөйлеу, көпшіліктің алдында көпшілік ойлағандай болып сөйлеу. А сіз идеальный боласыз, когда сіз өз өзіңізбен боласыз. Өз өзіңіз қандай бар, сондай боласыз. Мына масканы бүйтіп шығарып тастаған кезде. А көптеріңіз маска, мен қазір басқалардың алдында что боламын, мен түсіну үшін қалай сөйлесем екен деген оймен өмір сүресіздер да. А это неправильно. Уже үлкен қателік. Сондықтан қарашы, көпшіліктің алдында дұрыс сөйлеймін, идеальный боламын деп ойлағанда сіз өзіңізді бақытты сезінесіз ба? Бақытты сезінбейсіз. Почему тогда осы заттан отказ бермейсіздер? Почему қарапайым болуға тырыспайсыздар? Я мен б деп сөйлеп тұрамын, но менмін, да? Я мен деген сөзді көп айтамын, бірақ та менмін, иә? Менмін бұл. Я деген сөзді көп айтамын, бұл менмін. Тыңдағыңыз келе ма? Тыңдаңыз, тыңдағыңыз келмей ма? Жолы ашық кете беріңіз, әрбір адамда таңдау бар. Неге осындай болып үйренбейсіздер? Неге обязательно көпшіліктің алдында мынандай идеальный болып жақсы көресіздер? Уақытты бос өткізсем. На самом деле, жаңағы бірінші айтқандай, уақытты бос өткізуді жақсы көресіз негізі. Уақытыңызды бос өткізіп, яғни просто артынан сол бос өткізуге айтады ғой, уақытыңды бос өткізбей, осыны жасама, үстіме деген заттарды как бы қабылдағыңыз келмейді да. Осы затты бір жағынан дұрыс деп ойлайсыз, екінші жағынан оны өзіңіз жаңағы істегіңіз келмейді. Сондықтан сол үшін, яғни кінәлау арқылы өзіңіздің бетін жаба салған жақсы көресіз, ақталу арқылы. Мен өзімді кінәлап жатыр, бой бос өткізгенім үшін деген сияқты. На самом деле, уақытыңызды бос өткізіңіз. Сол кезде сізге кайфово же было, кайфово было. Болды. Зачем ол үшін өз өзіңізді кінәлайсыз? Не үшін керек өз өзіңізді кінәлап? Просто өзіңіз ойлаңыз, неге мен уақытты көп бос өткіземін? Содан кейін сол үшін өзімді не кінәлаймын? Не қандай басқа выгода бар? Көбінесе сіз может мақсат қоятын шығарсыз, бір мынаны жасам керек, мынаны жасам. А мақсат ол вообще сізге керек емес мақсат, да? Сондықтан сіз оны бос өткізесіз да, содан кейін сол мақсатқа жетпеген үшін өзіңізді кінәлайсыз. Типа, а на самом деле ол мақсаттар сіздің өміріңізге керек болмай, керек емес мақсаттар болуы мүмкін, да? Просто навязанный дейді ғой, біреуден алынған мақсаттар. Соның бәрін түбінен қарауыңыз керек. Неге өз өзіңізді ол үшін кінәлайсыз, иә? Просто кейбір кезде кінәлау өзіңіздің андай идеальный болу, ерекше болуым керек, басқалар сияқты болуым керек, или там ел ойламағандай болуым керек деген сияқты заттан болуы мүмкін, да? Понимаете? А оның бәрі на самом деле сізге керек емес екенін подсознаниеңіз біледі, да? Сондықтан уақытты бос өткізесіз, да, потом өзіңізді типа кінәлай саласыз. А мен главное өзімді кінәладым ғой сол үшін. Жасаған үшін өзімді наказывать еттім ғой. Мысалы болады ғой, біреу жаңағы бір тарелканы сындырып алады да, соны ақтау үшін үйдің бәрін тазалап шығады, чтобы мамасы келген кезде бір жаманның үстін жақсымен жабу. Сол сияқты сіз жаңағы астында өзіңіз жатып демалып аласыз да, содан кейін бетінде соны өзіңізді жаңағы ақтап шығу үшін кінәлап тастайсыз да, кінәңізді шығарып тастау үшін, иә? Сондай болуы мүмкін. Бұл глубокий бір оның түбіне қарау керек, бірақ та сондай затты көріп тұрмын да. Ғайбат айтсам, то есть опять же, опять идеальность, иә, ғайбат айтпау керек, мен керемет болуым керек, ешкім туралы ештеңе айтпауым керек, жақсы болуым керек. Сосын көп адамдар жаңағы бүткіл зат өзіңе бумеранг болып қайтады деген сияқтыларға көп сенеді, көз тиеді, өзіңе сөз тиеді деген сияқты. На самом деле ғайбат айттыңыз. Сол уақытта кайф ұстадыңыз ба? Бірақ та түсініңіз, что сіз ғайбат айттыңыз. Иә, ғайбат деген өсек сондай зат қой, иә, мен түсінгенімше. Біреу туралы әңгіме айту, біреуді сынау, иә. Просто түсіну керек, ғайбат айттыңыз. Ештеңе болмайды сізге ол үшін. Бірақ та сіз өзіңіздің, понимаете, адам өмірде әртүрлі ресурстар бар, иә, ақша, уақыт, күш, білім деген сияқты. Соның ішінде ең өмірдегі қымбат, ешқашан қайтып келмейтін ресурс бұл уақыт. Ең қайтып келмейтін ресурс бұл уақыт. Ал сіз именно уақыт деген ресурсыңызды вот ғайбат айтуға жібердіңіз да. Представьте, сізге сол ғайбат айтудан пайда бар ма? Вот сізге керек бір пайда бар ма? Сізге сол үшін ақша бере ма? Сізге сол үшін бір зат бере ма вообще? Ештеңке бермейді, иә? Бірақ та сіз ғайбат айтып уақытыңызды босына жіберіп жатсыз да. Сол уақытты білімге жіберуіңізге мүмкін. Сол уақытты өзіңізге бір пайдалы жаңағы айтып жатсыз ғой, көпшіліктің алдында сөйлей алмаймын деп. Сөйлеу үшін бір курстарды өтуіңіз мүмкін, кітаптарды оқуыңыз мүмкін, иә, или басқа бірдеңке, ютубты, а оның орнына сіз просто өсекке, ғайбатқа жібересіз да. Просто өзіңіз үшін просто ойлаңыз, оның ешқандай ғайбат айтқанда тұрған ештеңе жоқ, бірақ та өзіңіздің уақытыңызды босына өзіңіз жіберіп жатсыз да. Керек емес затқа. То есть сізге, допустим, бір зат береді, иә, оны пайдалы бірдеңеге қолдануыңызға болады, допустим, да. Например, мынау ең құнды бір қалам деп айтайық, иә. Сіз бұны қолдансаңыз, бұл сізге керек өмірдегі жақсы заттарыңызды алып келеді да. А сіз просто алып бұны шимақтап тұра берсеңіз, просто жай босына, сізде екі таңдау бар да осы қаламда. Не мынаған құрту. Сол сияқты уақытыңызды сіз пайдалы затқа құртуға болады, бірақ сіз ғайбат айтуға құртып жатсыз да. Өзіңіз содан кейін оның артын жаңағы кінәлау арқылы, болды айтым енді өзімді кінәлап, немді жауып тастайын, күнәмді жауып тастайын деген сияқты ойлайсыз да. Сіз бірінші өзіңізді алдап тұрсыз, и все. Бұл жерде ешқандай күнә деген ештеңе жоқ. Просто каждый айтар кезде уже білесіз ғой, түсініп жатсыз, что қазір мен өсек айтайын деп жатырмын. Өз өзіңізге айтуыңыз керек. Так маған қазір пайда бар ма бұдан? Жоқ. Зачем? Иә? Сол сияқты жаңағы біреуді ренжітсем дейсіз, біреуді ренжітсем. Опять же, уже ренжіттіңіз ғой, уже айттыңыз. Сіз айтқаннан кейін, ренжіткеннен кейін. Просто бірдеңкені жасап алып, артынан өздеріңізді кінәлау, да, вот деп. На самом деле ішіңізде жасағыңыз келіп тұр ғой. Соған жауапкершілік алып үйрену керек қой. Мен айтқым келді сол кезде, эмоциямды тоқтата алмадым. Эмоциямды, вот сондаймын болды. Сол үшін жауапкершілік алыңыз. Келесі жолы жасамау үшін просто айтыңыз, маған өзімнің эмоциямды контроль жасап үйрену керек екен. Маған эмоциональный интеллектті оқу керек екен. Потому что біреуді ренжіту, ол тоже эмоциональный интеллект. На самом деле, может, ол біреуді ренжіткен жерде, может, ол кісі кінәлі болуы мүмкін. Сондықтан каждый жерден өзіңізді кінәлай беруде ол дұрыс емес. Может, действительно ол кісі ренжітетіндей өзі келіп тіленіп тұр. Болады ғой біреулер тіленіп тұрады тура бар ғой. Бетінен шапалақпен шарт еткізгенді тіленіп тұрады ше. Сосын шарт еткізіп аламыз да, содан кейін неғып өйстедім екен деп тұрамыз. А на самом деле тіленіп келіп тұрады да, вот осыны маған берші, таяқ берші дегендей. Может, сондай жағдай болуы мүмкін. Ол үшін де өзіңізді кінәлап зачем? Вообще өткен уже жасап тастаған затқа өзіңізді кінәлау это глупость. Өзіңіз глупость. Бұл мен деген
справедливый болмай тұрмын, мен деген дұрыс болмадым. Бұл өмірде дұрыс бұрыс деген на самом деле объективный емес, бізге бір объективный бәріне бір заң сияқты болып көрінеді. На самом деле дұрыс бұрыс деген әрбір адамға субъективный, тек өзіңізге байланысты. Бұл зат сізге дұрыс па, дұрыс емес па. Сондықтан, біреуді ренжіттіңіз ба, келесі жолы, хорошо, мен ренжіттім. Опять ответственность, жауапкершілік. Я мен осы жолы ренжіттім. Келесі жолы ренжітпеу үшін мен бұл адаммен сөйлеспеймін. Келесі жолы ренжітпеу үшін мен эмоциональный интеллектті сөйлеймін. Келесі жолы ренжітпеу үшін басынан келген кезде уже айтып қояйын, осылай, иә. Жасап алғаннан кейін бетін жаңағы өзімді кінәлап қазір немді шайып тастаймын дегеніңіз, ол дұрыс емес та. Бірінші айтатын жаңағы сіз көп осы сөзді сұрақты маған қоя бересіз да, көпшілік алдында сөйлей алмаймын. Сөйлей алмайсыз, вообще сөйлемей қойыңыз и все. Ешкім сізге сөйлетіп жатқан жоқ қой. Именно сөйлемейтін, если бұл сіздің жұмысыңызға, салаңызға керек зат болса, просто басқа сөйлемейтін саланы таңдаңыз. Сөйлемейтін салалар көп қой. Қолмен істейтін заттар көп, ешкімге сатып. Мысалы, менің бір танысым бар, айтады, мен сөйлей алмаймын, мен айта алмаймын ешкімнің алдына шығып ештеңке. Ешкім сөйлеуге міндетті емес. Онда просто сөйлемейтін саланы таңдаңыз. Қолмен жасайтын, тігетін, басқа бір салаларды. Ешкімге ештеңке сөйлеп керек емес. Сіз обязан емессіз бәрінің алдында сөйлеуге. Тоз сөйлей алмайсам, мен сөйлей алмаймын, сөйлемеймін, бітті. Зачем ол үшін өзіңізді кінәлап? Зачем вообще кінәлап ол үшін? Мен өзімді ол үшін кінәлаймын деген вообще миға сыймайтын зат та просто. Жасамаған жұмыс үшін үлгермегенім үшін. Бұл жерде өте қатты мынандай гиперответственность болуы мүмкін. Мен бір күнде көп зат жасауым керек. Опять құнсыздандыру болуы мүмкін еще. То есть сіз мысалы бір кісілер бар, мен осындай адамды таң қаламын, как деймін ғой. Үйін жинайды, ыдысын жуады, бүткіл үйді реттеп шығады, кірлерді жуады, тамақты жасайды, қонаққа шай беріп үлгерді. Сосын аяғында айтады, мен түк жасаған жоқпын дейді да. Настолько адам өзін өзі бағаламайды, настолько өзін өзін жасап жатқанын көрмейді. Мен айтамын да, как можно вот өзіңмен издеваться соншалықты? Өз-өзіңді неге осындай аутоагрессия дейді ондай, өз-өзіңді прям жаңағы өз-өзіңе агрессия, наказание, мен жасаған жоқпын, түк те жасаған жоқпын деп прям өзін наказать еткісі келіп тұрады. Содан кейін агрессия қылып, түк жасаған жоқпын деп. На самом деле жасай береді. План құрып үйреніңіз. Мен бүгін основной осы 2-3 затты жасауым керек. Болды. Осы үшеуіне главный уақытыңызды жұмсаңыз, қалған бәрі үшін содан кейін өзіңізге ренжімейтіндей. Бірінші осы хаусты, яғни мен бүгін видео түсіруім керек, мен бүгін таргет жасауым керек, мен бүгін бірдеңені жазуым керек, міне осыны жасай, қалғанның бәрін потом жасаймын, қолым бос болса. Неважно дейді ғой, неважно, олар потомға қалдырамын. Ал бір күннің ішінде үлгергенше жасағаннан кейін өзіңізді кінәлап ол үшін. Зачем? Үлгермедіңіз, действительно үлгермеуіңіз мүмкін, это нормально. Тем более, мысалы, бір жақта балаңыз тұрса, бір жақта еще жұмысқа баруыңыз керек, бір жақта мынандай бар. А ол үшін өзіңізді зачем кінәлап? Зачем? Мынандай тас бар ғой, үлкен тасты толтырыңыз, қалған бәрін құмға толтырыңыз. Тас деген основной жұмыстар, үлкен, мысалы, 3 жұмысыңызды бітірдіңіз ба, құмдарды неважно бар. Жасасам да болады, жасамасам да болады деген. Например, бүгін видео түсіру важно, үй жинау, ладно, уақытым болса, желанием болса жасаймын. Ол үшін өзімді кінәламаймын. Это не важно. А бүткіл зат үшін мен деген осыны жасай алмадым. Опять перфекционизм, идеализмға жүгіру, идеализмға кету. Мен идеально бәрін жасауым керек. Сіз робот емессіз ғой. Даже роботтардың өзінің основной жұмысы бар. Сіз адамсыз. Өзіңізді соншалықты күшті қылдырып көрсеткіңіз келе ме? Зачем это все? Зачем? Керек емес. Ол үшін өзіңізді кінәлап. Соңына дейін менімен бірге болмаған адам сүйгенім үшін, сол адамға сенгенім үшін. Сіз өзіңізді кінәлайсыз, иә? Не айтқым келеді? Бұл жерде түсініңіздер, что өмірде біз басқалар үшін де жауапкершілігі жоқ адамдар басқалар үшін жауапкершілік алғанды еще жақсы көреміз да. Өзіміз үшін жауапкершілік ала алмаймыз, бірақ басқалар үшін. И на самом деле тура осыны көріп тұрмын да сізден. Басқа жаңағы келген адам, жақсы көрген жігітіңіз үшін жауапкершілік, то есть ол сізбен өмір бақи болу керек, ол сізді соңына дейін, өміріңіздің соңына дейін сізбен болу керек деген. Басыңызға өзіңіздің бір неңізді құрып қойғансыз, мынандай бір идеальность. Мен танысқан жігіт, ол менімен өмір бақи болу керек, ол мені ешқашан тастамау керек, мен суға секірсем артынан суға секіру керек, отқа секірсем отқа секіру керек, мен қайда секіремін сол жерде болу керек, мен хайвайдың ішінде жүрсем ол соның ішінде мені бөліп жүру керек деген сияқты өздеріңіз бір фантазия құрып қоясыздар да. И сол фантазияларыңыз орындалмай қалса, сразу ренжисіздер, сразу өкінесіздер, не үшін соған сендім екен. На самом деле, да, адам сізге айтуы мүмкін, мен сенімен өмір бақи қасында боламын деп. Бірақ та біз ойлаңыздаршы, біз адамбыз, біз бір күнде мыңдаған шешімдер қабылдаймыз и мыңдаған шешімнен отказ береміз. Например, мен қазір үйге келіп, қазір шай ішпесем деймін да, үйге келгенде шай ішкім келмей қалады. Нормально. И бұл жерде там шешімдерді өзгеру, это нормально. Да, ол жігіт жауапкершілігі жоқ жігіт болуы мүмкін. Енді сіз не істейсіз ол үшін, өзіңізді кінәлағанда не болады? Ол жігіт сізге қайтып келе ма? Қайтып келмейді. А сіз зачем ол үшін өзіңізге вообще өзіңізді кінәлап жатсыз? Жігіт деген көп, басқа жігітті табыңыз. Зачем ол жігіт мен сол үшін сол кезде, мен сіздерге осының алдында түсірген видео бар, иә, тағы да көріңіздер. Өткен өмірді қазбалап, сол кезде сол жігітке сенбес едім деп отырасыздар. Сол кезде қасыңызда миллион жігіт бүйтіп өтіп жатыр, сіз болса әлі сол кезде отырсыздар. Болды, енді осыдан кейін вообще ешкімге сенбеймін, ешкім не стоит того деп шығатындарыңыз бар емес па еще? Сіздің өміріңізде адам келеді, кетеді. Оның таңдауы, я сізді келген кезде, может, ұнатқан шығар, может, сіздің ары қарай бірдеңкеңіз ұнамай қалған шығар, может, өте көп мыжыма шығарсыз, может, оның миын жеп қоятын шығарсыз, может, өте қатты қызғаншақ шығарсыз. Адам, ладно, мен ары қарай сенімен жүргім келмейді, болды. И адам сондай шешім қабылдады, и это нормально. Ол үшін өзіңіз, вот, как он мог, вообще мен деген крутоймын, мен тастамау керек, я вообще офигительная женщина, мені қалай тастауға болады, я же крутая дегендеріңізді доғарыңыздар. Я адам өміріңізге келді, тіл табыса алмадыңыз, кетті. Біздің жаңа Қазақстанда осындай затқа өте қатты қарайды да. Болды, енді менің осы байымен өмір бақи бір-бірімізді басымызды кесіп, құлағымызды кесіп тастасақ та өмір бақи бірге өмір сүруіміз керек, бітті. Сондайсыздар да, болматын болса бітті, екеумізді күнәміз, бітті, күнәһармыз деген сияқты. Хватит, ондайды қойыңыздар. Бір-біріңізді ұнамайсыздар ма? Ұнатпады, кетіп қалды, зачем ол сіз ол үшін өзіңізді кінәлайсыз? Сіз бақсы емессіз ғой, оны келген кезде, бұл тағы өміріңізге бір жігіт келеді, тағы да тастап кетуі мүмкін. Или сіз тастап кетуіңіз мүмкін.
сіз оны алдын ала көре алмайсыз ғой, оның қандай екенін, сіз оның ішінде оны сезім біле алмайсыз ғой. Да, адам келді, көрді, танысты, ұнатты, жүрдіңіз, жақсы көрдіңіз сол моментте. Бір уақытта уже сезім кетті, и это нормально. Бір адамды жақсы көріп сезім кетіп қалуы мүмкін, это нормально. Сол заттан бір трагедия жасап, сол үшін өзіңізді кінәламай, бүгінгі күніңізбен өмір сүрсеңізші. Өткен күнмен емес, бүгінгі күнмен өмір сүріп үйренсеңіздерші. Бүгінгі уақытпен, бүгінгі күнмен, бүгін мен не істегім келеді, бүгін қандай адаммен танысқым келеді, бүгін қандай болғым келеді. Сол кезде деп өткен өмірмен сүре бермей. В общем, осы сол 4 сұрақ.